Армысыздар достар, мен әнші актриса Меруерт Түсіпбаева өзімнің жақында YouTube каналымның ашылғаны туралы елге жария еткенмін. Менің YouTube каналыма жазылыңыздар және қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Бүгін менде қонақта менің сіңлімдей болып кеткен әріптесім, менің жерлесім Уатхан Захан. Мен Уатханды өте көп уақыт танимын. Біз енді шын мәнінде жекжат туыс болып кеттік. Дуэт айттық бірге. Осы жақын арада сіздер білесіздер, бір үлкен келеңсіз уақиға болды Алматыда. Осы уақиғаға тап болған Уатхан маған хабарласты. Мен енді бүгін барлық осы біздің қыздарды жалғыз жүретін кейде көлікке отырғанда ешқандай жаңағы бір кедергіні көрмей, немесе жаңағы бір Шымкентше айтқанда беймарал, Ақтауша айтқанда арқайын, жаңағы түндемей, күндемей, ешқандай алаңсыз машинасына отырып, көлігіне отырып, ешкімге назар аудармай, тіпті кейбіреулері соткаға қарай туристі қосады. Солай жүрген кезде сақ болыңыздар қыздар деген мақсатпен бүгін Уатханды үйіме қонаққа шақырдым. Уатхан, қош келдің. Енді маған барлық әңгімені айтып бергенсің. Мен осы уақиға болғалы, мен басқасындамын, жаныңдамын, хабарласып жүрмін. Кеше осы мәлімет шықты, барлық республикаға, сайттарға таралып жатыр, ол күдікті ұсталынды. Енді кішкене YouTube каналының көрермендеріне осы уақиғаны жай-жапсарын айтып жіберсең. Армысыздар, құрметті оқырмандар. Шақырғаныңызға үлкен рахмет, Меруерт. Сізге ол туралы айтқанмын. Бұл оқиға осы қаңтар айының 11-нен 12-ші күнге қараған күні болды. Бір іс-шарадан шығып, дәлірек айтқан кезде тойдан шығып, ойымда ештеңе де жоқ, машинамды қыздырып, бейқам отырғанда белгісіз бір адам келіп, баса көккеп кіріп, көлігімнің артқы жағына отырып, бетімді басып, мойныма пышақ тақаған кезде ғана ол ешқандай ойыншық, менімен ойнап тұрған әріптестерім болмаса тағы да бір таныстарым емес екеніне анық көзім жетті. Бастапқыда ол маған айтты, ең бірінші сөзі аузыңды жап деген. Қазақша сөйледі ғой? Жоқ, бірінші орысша айтты. Закрой рот деді. Веди тихо, я с тобой ничего не сделаю деді. Будь спокойный. Да. Сосын ол маған айтты, артқа қарай бер деп, қазақша айтты. Артқа бер деп. Сол кезде мен көзімді жаңағы көліктің алдыңғы айнасына қараған едім. Арт жағымда кәдімгі қазақ. Еңгезердей, үлкен ба? Еңгезердей, үлкен, бойы ұзын, жаңағы еңгезердей. Тепсе темір үзетін. Тепсе темір үзетін сондай бір азаматтың отырғанын байқадым, яғни оның ұлты қазақ екенін байқадым. Одан кейін пышақта қалғаннан кейін әрине мен бір мезетте денем суып кетті. Одан кейін кішкене өзімді жинауға тырыстым, айтқанын жасауға тырыстым. Онымен жаңағы конфликтке барып, сөз қайтарып, болмаса басқа да бір іс-қимыл жасап, ойымда да болды, машинадан секіріп кетейін ба деп, өйткені қаланың қақ ортасында жүргеннен кейін болмаса енді біреу енді көмекке келеді. Болмаса біреудің машинасын соғып, қасындағы машинаны соғып тоқтайын ба деген. Бірақ енді өзім біріншіден қыз бала болғандықтан, екіншіден өнер жолында жүргеннен кейін қауіп болды, жаңағы пышақ бетіме тиіп кету, болмаса жаңағы мойнымды түріп кету деген. Сондықтан ең бірінші өзімнің басыма қауіпсіздігін ойлап, соңына дейін көрейін деген шешімді қабылдадым. Байқағаным, Қабанбай көшесін біз өттік. Қабанбай көшесін өттік. Енді өзіңіз байқасаңыз, ол Қабанбай көше, ол Гатоптың көшесі. Абай атындағы опера театры. Соң алдынан өтіп, соңына дейін жүрдік. Ары қарай шынымды айтсам, Меруерт, мен білмеймін қай жерде жүргенімді. Өйткені бір жүйрелер басталып кетті. Сезіп тұрмын, пышақ міне тура жанымда, қазір битіп бұрылып, болмаса қашу жағын ойластырсам, ол тамырымды, күре тамырды адам кескеннен кейін ол ар жағы белгілі, ол адаммен не болатын. Сондықтан мен тып-тыныш машинамды айдап, үндеген де жоқпын, келе жаттық. Одан кейін бір байқағаным, жүйрелер басталып кетті дедім ғой.
Мен сол жерде өзімнің бағытымды жоғалтып алдым. Қай жерде келе жатырмын, қандай көшелер, нелер, қай микрорайон, бұл не түсінбедім. Сосын бір байқағаным, мынандай бір сай сияқты жер болды, спуск, мынандай бір сай сияқты жер болды төмен қарай. Осы жерде тоқта деді. Тоқтадым. Ол жер қараңғы болды, көліктер аз жүретін жер болды, жаяу жүргіншілер мүлдем жоқ. Аңғарғаным төбеде мост болды. Мост енді білмеймін, енді мосты Кужинская трассаның мосты ма, білмеймін енді қай жақтан мост, ағыл-тегіл жаңағы машиналар ағыл-тегіл зулап жүріп жатты, біз астында отырдық. Сосын маған айтты, деңгей ес деп. Ақша сұрады. Мен отырдым үндемей, сумкадай деді. Сөйтіп жайлап сумкамды бердім. Ол жағы ешқандай саспай отырып, портмонемді ашып, өзінің нәрсесін ашқандай. Иә, ақшаларын ешқандай қобалжусыз, жағы асықпай отырып алып алды. Одан кейін жағы бүкіл карточкаларымды қолына алып алды. Сумканы кәдімгі бит іздегендей тінтіп, ар жақ, бер жақ бір бұрыштарда жағы қопарып, қарап, ең соңында сумкамен портмонемді өзіме қайтарып берді. Одан кейін жағы банкоматның карточкалар, сумкамда жүрген 3-4 карточкалар, ең бірінші ретімен жағы мына Каспий Голдта ақша бар ма деп сұрады. Ол жақта ақша жоқ дедім. Одан кейін жағы приложение кір, әкел кәне аш, қара, көрейік деп приложение көзі жетті, ақша жоқ болғаннан кейін. Одан кейін Народный банкты, жағы тағы да басқа банктың карточкаларында қаражат бар ма, жоқ па, соны анықтап алғаннан кейін бір мезетте біз тыныш отырып қалдық екеуміз. Бір мезетте аңғарсам, алдыма жіп түсті. Яғни кеуде тұсыма жіп түсті. Соншалықты қалың да емес, бірақ жіңішке де емес жіп түсті. Және ол жіп тағы да жәймендеп жоғары қарай көтеріліп бара жатқанын сезіп тұрмын. Одан кейін енді адамға жан керек, ана жіпті қолыма бүйтіп ұстап алдым. Осы жерге келген кезде өстіп ұстап алдым. Убери руки, иначе я твои руки зарежу деді, отрежу. Сосын қолымды жіберуге тура келді, бір кезде жаңағы өңеш дейді ғой ма, кеңгір дейді, өңеш дейді. Әлгі жерге тірелді дағы ана жіп, одан сайын жаңағы демімді қысып, ары қарай былай қарағанда қылқындырып бара жатыр. Сол кезде ойлағаным, енді осы жерде соңғы демімді осы жерде жұтқан шығармын деп ойладым, бірінші ой жерге келді. Ол уақыт өтпейді. Шамамен 2-3 минут демімде басқа бөгде дыбыстар пайда бола бастады. Өйткені жаңағы қатты қысқанында бөгде дыбыстар пайда болады екен. Сөйтіп отырдығы, я решил тебя не убивать деді маған. Я решил тебя не убивать деді. Мен де үндемей отырдым. Одан кейін ол жаңа маған таңғалып, құлағыма келіп, почему ты такая спокойная деді маған. Мен үндемей ары қарай отыра бердім. Заводи машину деді. Машинаны оталдырдым. Прямо езжай деді. Сонымен не керек, тура жүрдім. Ол тағы да сол бағыттарды айтты. Оңға солға тура, оңға солға тура. Біз келе жатырып, бір аңғарғаным жаңағы Мақатаев көшесінің бойына шықтық біз. Мақатаев, яғни ана Рахат кондитерлік фабриканың артынан шықтық. Көк базар жақтан шықтық. Одан кейін тағы да кірдік, қалаға жүрдік, ары бері жүрдік. Одан кейін бір байқағаным, бір парковкаға кірдік біз. Болжамам бойынша осы Арбат жақтағы парковканың арт жағы ма деп ойлаймын, өйткені қараңғы болды ол жақ. Сол жаққа кірдік. Сол жерде менің екі қолымды артқа байлады дағы. Я тебе здесь оставлю, не смей кричать. Если закричишь, я тебя зарежу. Тағы да маған. Үндемей отырдым. Бір кезде ол орнынан айнық қалды ол ойынан. Келіп жақындап, одан кейін жағы құлағыма бірдеңелер сыбырлап, шашымды иіскеп, артқа қарай тартқандай болып шашымды. Домогательство. Қолын алып, кеудеме қарай жіберіп, қолын көйлектің астына қарай жіберіп, сөйтіп жатқан кезде мен айттым, аға бірдеңе айтайын ба дедім. Айт дейді. Мен жүктімін дедім. Енді ол шала қазақ жаңағы дүбәра болған екен, ол түсінген жоқ жүктімін дегенде.
что это деді. Я сказала, я беременна. Білмеймін енді қай жақтан ондай ой пайда болған, қалай аузымнан шыққан, мен 2 айлық балам бар ішімде деп айта салдым. Соны естігеннен кейін кішкене бүйтіп артқа қарай тартылып, жаңағы тоқтағандай болды. Бір кезде байқап жатырмын, пышақпен оң қолымды шешті. Сол қолым тұр, оң қолымды шешті. Шық парковкадан деді. Мен оң қолыммен айдап машинаны шықтым, парковкадан шықтым. Жолда тоқтадық, тағы бір көшелерге бардық, ешқандай бағытсыз, ешқандай мақсатсыз. 5 сағат. Қор көшелерді кезгектеп, айналып, адаспаймыз, айналып жүрміз. Мақсатсыз жүрміз. Әйтеуір не істерін білмей жүрміз. Тағы да айтып кететін жағдай, енді Құдай сақтасын, бұндай оқиға әркімнің басында болуы мүмкін. Сондықтан көрермендерге айтатыным, егер сіздің жақындарыңыз болмаса, өз басыңыз осындай бір қауіпке душар болсаңыздар, мен ойлайтын бұндай жағдай тек қана кинода болады, болмаса басқа бір таныстарымыздың арамызда болады, тек қана менімен емес деп ойлайтынбыз жоқ. Бұл нәрсе кез келген адамның тура қасында жүреді екен. Сондықтан қыздар, келіншектер, және де қауқарсыз жандар, сіздерге ескерту айтатын, осындай құбыжықтарға тап болып жатқан күнде ешқашан онымен конфликтке бармаңыздар. Ешқашан саспап, сасып, түсінемін, жүрегің ұшып, мына жеріңе кеудеңе тығылып тұрады, не істеріңді білмей тұрасың, жан-жақта ой кетеді. Соған қарамастан кішкене тыныштық сақтап, кішкене демалып, ана жерде ана адаммен, сізге осындай қоқан-лоққы көрсетіп жатқан адаммен кішкене де болса бір контактқа барып, жылы сөйлесіп, контактқа барып, енді ондай адамдар, сау адамдар жасамайды ондай нәрсені. Яғни оның миында бір ауытқулар бар ма екен, бір өзің кезінде дәлелдей алмаған адам екен, оның ашуын келтірмейтіндей, онымен келісіп, сабыр сақтауға тырысыңыздар. Одан кейін біз айттым ғой, қаланы аралап жүрдік, анда бардық, мында бардық. Сөйтіп отырған кезде менің правамды, көлік жүргізу құжатымды, және де біз енді өнер адам болғаннан кейін біз бір кештерді жүргіземіз, әншіміз деген сияқты бізде визитка болуы мүмкін, болмаса бір планшетта аты жөніміз жазылуы мүмкін. Сол кезде менің алдыңғы жағымда планшетім жатты. Әнші, жүргізуші Уатхан деген астында менің өзім жеке номерім жазылған болатын. Соны суретке түсірді телефонына, правамды түсірді. Одан кейін маған айтты, шегелеп тұрып айтты, если пойдешь по мусорам, я тебя найду, зарежу деген сөзі от болып кәдімгідей маған қадалды. Үндемей отыра бердім. Сөйтіп жүрген кезде ол маған қайда тұрасың деді. Мен айттым, Айгерімде тұрам дедім. Миыма бір келген мекен-жай Айгерімде дедім. Өзім басқа мекен-жайда тұрамын, Айгерімде бұрынғы үйім еді. Бір жағынан енді ол Айгерімде жер үй болғандықтан оның тұрғындары бар, қалай кіру керек екен, қалай есікті кілтсіз ашып алып кіріп кетуге болатын, оны білетінмін. Үлкен кісілер бар қасымда деген сияқты бұрынғы көрші олар, соларды есігін қағып мүмкіндігім болды. Сөйтіп өтірік ақпаратпен біз Айгерімге келдік. Айгерімге келдік, жол-жөнекей ол дүкендерге тоқтады, дүңгіршектерге тоқтады, түнгі дүңгіршектерде, яғни сыра ашты ғой. Яғни камера жоқ, сондай бір қалада көп қой енді ондай. Камералары жоқ, сондай нелерге тоқтады, дүкендерге. Не алды, сыра алды ма? Сыра алды, ішімдіктер, саған не алып берейін деп қояды. Сенің ақшаңа? Менің ақшама. 70 мыңды қалтасына салып алып. 70 мыңды қалтасына салып. Что тебе купить деп қояды. Үндемедім, кілтті кетіп бара жатып, қалтасына салып алып кетті, көліктің кілтін. Тағы да маған ескерту айтты. Айғайласаң, көмекке шақырсаң елді. Мен айтамын, сен менің әйелімсің. Біз үйде кішкене ренжісіп қалдық.
ештеңе етпейді деп ана кісілерді қайтарып ары қарай білесің ғой сені не күтіп тұрған деп тағы да маған ескертіп кетті. Қолым байлауда үндемей отыра бердім. 102-ге хабарласуда мүмкіншілік болды, бірақ өзімді тағы да қатерге тіккім келген жоқ басымды, өйткені енді ол кісілерді енді ол жақтан сұрайды ғой, ақпаратты қай жерде тұрсың, қандай жағдайда, не деген. Ол 1-2 минуттық қана іс оның дүкенге кіріп шыққаны. Сондықтан телефон қасында болды, отыра бердім. Одан кейін жаңағы бұрынғы тұрған үйімді көрсеттім. Кіруге оқталмады. Кіруге оқталмады. Негізі зорлау ойында болды ма? Иә, зорлау ойында болды ғой. Егер де мен жүктімін деп айтпаған күннің өзінде де бәлкім сол парковканың ішінде де мүмкін зорлап кетер ме еді. Кейін жан-жақты сұрақтар миыма келіп қонып жатыр. Ана жерде сөйтіп кетсе қалай болушы еді, мына жақта бүйтіп кетсе қалай болушы еді деп, ол кейінірек. Кейін жаңағы тура сол бұрынғы үйімнің қасындағы дүкеннен тағы да ішімдік алды. Ішімдік алған сайын оның дауысы, оның іс-қимылы өзгешеленіп бастады. Өйткені адам өмірде бір басқа, ішкен кезде мүлдем есе өзгереді. 360-қа да танитын адамның өзі өзгеріп кетеді. Енді ол ішкен сайын, енді анау миына градус барған сайын, ол жаңағы басқаша болып сөйлесіп, более агрессия пайда болып жаңағы. Бір кезде сақылықтап күледі, отырып алып, бір кезде қамығып қалған сияқты болады, бір кезде жаңағы біреулер сатып кеткендігін айтады. Телефонмен сөйлесті ма біреулер? Сөйлесуге тырысты, бірақ телефон ешкім көтерген жоқ. Сол жерде біреуге хабарласты. Сөйлесті ма? Сөйлескен жоқ. Кейін отырып алып, мен сенімен қоштасқым келмейді дейді. Мен сенімен қоштасқым келмейді дейді. Енді мынандай сұлу қызбен өзі сабырлы адаммен кім қоштасады, қалқам ол? Өзі ақшасын беріп тұрса, өзі жүргізуші 5 сағат жүрдің ғой? 5 сағат жүрдік, аттай 5 сағат. Мен Уатхан сөзіңді бөлеш таңғаламын. Кейде түн ішінде той-томалақтан келе жатсам, мені сөзсіз ГАИ қызметкерлері тоқтатады. Сөзсіз. Осы жақын арада тағы бір тойдан келе жатқанда түнгі 3-те ГАИ қызметкерлері тоқтатты. Негізі қазіргі уақытта білесіздер, біздің президентіміздің жарлығымен кішкене шара-парақ ішкен адамдардың барлығына іс қозғалады. Сол үшін бәлкім түнгі уақытта көп негізі ГАИ жүреді. Сонымен таң қалғаным, неге сендерді ГАИ қызметкерлері тоқтатпады екен? ГАИ қызметкерлері кездесті, олар болды. Біз тіпті бір бағдаршамда да тұрып қалған кездеріміз болды, Қызылда. Әдетте сіз айтқандай, әдетте олар жан-жағына қарап, соншалықты бір күдікпен қарап отыратын кездер болады. Ремейнің фарың қосылып тұрса да, сонда да сені ішіп жеп, күдікпен қарап тоқтатады. Мен де тоқтатады. Сол кезде үшеуі тура қарап отырды, маған да артымда отырған құбыжық смотри прямо деген мен тапсырма алдым. Тура қарап отыра бердім. Олар да кетті, мен де кеттім. Сондай кез болды. Енді Әйгерім ықшам ауданына келіп оралсақ, пивасын ішті, дүңгіршектерді босатты, отырып алып, қоштасқысы келмейтінін айтты менімен. Одан кейін маған бүйдейді, мен саған ақшаның бәрін қайтарып берейін, менімен жүрші, таңертең үйіне қайтып келесің деп ұсыныс айтты. Одан кейін отырып алып, сіз білесіз ба, мен айттым ғой сізге, мен жүктімін деп айттым. Сондықтан мен өзімді өте нашар сезініп тұрмын. Неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Сондықтан сіз мені жіберіңізші. Мен өзімді өте жайсыз сезініп тұрмын. Ішім ауырып тұр деп айттым. Сосын маған дейді, ты сына родишь дейді. Ты родишь сына дейді. Есімім Дидар болады деді. Есімім Дидар болады деді. Сол сөзін ұстап алып, мен оған айттым, Дидар, вы очень благородный человек. Это не каждый может вот так вот просто отпустить. Вы большой человек с большой буквы. Просто вас когда-то не поняли, когда-то обидели, предали. Вы нам дали вторую жизнь. С ребенком? С ребенком, якобы. Да. Которого нету.
Вы нам дали вторую жизнь, поэтому если действительно у меня будет сын, я назову его в честь вас деп едім, анау шалқасынан түсе жылды. Уатхан, шын мәнінде қазіргі уақытта көрермендерге айта кетейік, күдікті ұсталынды, Құдайға шүкір. Күдікті қазір СИЗОда, оның аты Дидар емес қой? Дидар емес. Дидар емес. Оның бір кемшілігі, ол сол жерде тұрып алып кетіп қалуға ондай мүмкіндігі болды ғой. Бірақ енді тілім жазықты деп жатады ғой, енді өзі жазықты. Өзі жазықты болды. Ол маған айтты, ендеше мені Рысқұлованың бойына шығарып сал деді. Жарайды дедім да, Рысқұлованың бойына шығардым. Петроваға жетпей түсіп қалды. Одан кейін енді тағы да достар айта кетейін. Мен өз басым, қанша осы менің оқырмандарым мен туралы қайсар, өжет деген сияқты сөздер айтады ғой, бірақ мен дәл осындай уақиға Құдай сақтасын басымнан өтсе, ешқашан сол жерге қылмыскерді, күдіктіні тастап, ровд-ға ешқашан бармас едім. Ешқашан білмеймін, мен не істейтінімді, мен көп ойландым, мен актриса болғандықтан, мен осы Уатханның барлық әңгімесін елегімнен өткізіп, жан дүниеммен қабылдап 3-4 күн ұйқыдан айырылдым, шынын айту керек. Енді Уатхан маған өте жақын адам, жақын адамдардың бірі. Бірақ Уатханға айттым, Уатхан, мен ешқашан ол жаққа бармас едім. Осындай жаңағы мені қылғындырса, мені зорлағысы келсе, ақшамды алса, жаңағы бір неше түрлі енді зорлық, зомбылықты көргеннен кейін, мен сол әп-сәтте жаңағы күдіктіні тастап, ровд-ға баруға менің жүрегім, білмеймін енді, оған қандай түк керек, жүрегімнің түгі бар дейді ғой. Содан біздің Уатхан ровд-ға барады, ровд-да не дейді? Ровд емес, мен учаскелік полицияға барамын. Енді әрбір ауданда учаскелік пункттар болады, полицейский участоктар болады. Кейін мен түсіндім, Меруерт айтады ғой, әр нәрсенің қайыры бар дейді ғой. Әр нәрсенің бір жамандықтың, бір артында бір жақсылық тұрады деп. Мен бардым, екі адам отыр, екі қызметкер, біздің құқық қорғау органдарының екі полицей отырып, саған жоқ деп отказ берді. Олар бір ертегі тыңдап алғандай, жаңағы бәрін тыңдап алды дағы. Содан кейін қойған сұрақтары зорлады ма, зорлаған жоқ, о зорламаса қалқан байра ғой. Одан кейін мен арқаннан қағып ба? Сен мықты екенсің. Дұрыс болды. Садақа енді алған ақшасы. Міне біздің министріміз осы YouTube каналын көрсе, осындай мен ойлаймын жаңағы ешқашан немқұрайлы қарауға болмайды, достар. Осы жағдай Америкада болса, бұл қандай дабыл қағылып, қалай көтеріледі. Ал бұл жерде бұны арқасынан қағып, Уатхан, сен мықты екенсің, үйге бара ғой. Зорланған жоқсың ба? Зорланған жоқсың. Бара ғой, әкета үйге 70 000 теңге садақа деген сияқты. Енді тағы да айта кететініміз, достар, бұл әңгіме ешқашан таусылмайды. Өйткені бұл күдіктінің тағы да басқа адамдарды алдаған, жаңағыдай зорлық, зомбылық көрсеткен, ақшасын тартып алған, қорқытқан, қорлаған, тағы да қаншама адамдар табылып жатыр, жазылып жатыр, иә. Қазір бұл іс Алмалы ауданында қаралып жатыр. Сол үшін біз енді соттың боларын, соттың әділ боларына сенгіміз келеді. Уатхан, осы кеше ғана сен очная ставка дейді, қарама-қарсы отырып, сол өзіңнің енді шынын айтқанда өміріңнің жібін үзіп кеткісі келген адам емес айуанмен кеше ғана отырып сөйлестің. Қандай сезімде болды? Жаңа айттым, әр нәрсенің бір жақсылығы болады деп, құрметті көрермендер. Сіздерге айтарым, осындай жағдай бастарыңыздан кешсе, кез келген жағдайда, мысалға менікі Алмалы ауданынан басталып, Алатау ауданында аяқталды. Егер де мен Алатау ауданына жаңағы шағымды түсірсем, Алмалы ауданына дейін 15 тәулік күн өтеді екен. Оған дейін камераның жаңағы жазылуы несі бәрі бітті, өшті, жоқ болушы еді. Мен үйге келіп қайтадан жаңағы 102-ге хабарластым. Ағам, туысқан ағамым бар. Заңгер
бір жасағаным әлеуметтік желіге тез арада жүктеп үлгердім. Оны оқып алып заңгер ағам маған тиесілі бағытты берді, 102-ге хабарлас, қайтадан арыздан шағымдан деді. Соның арқасында іс қай жерден қылмыс басталды, сол жердің Алмалы ауданның полиция бөлімінің қызметкерлері сол кісілер қабылдады. Яғни сол ауданнан басталғаннан кейін тез арада ізін суытпай тауып алды. Көрдіңіз ба, қалай жақсылық болған? Ал енді Алатау ауданы қабылдаса, бұл созылып кетуші еді, табылмай қалды. Олатхан, сенің мамаң марқұм болып кетті ғой. Мен ойлаймын, әр уақытта сол кісімен хабарласып сөйлесіп тұратын едім. Сол кісінің әруағы жебеген шығар деп ойладым. Жыладың ба? Әлде жүрегің қатып қалды болды? Жыладың ба? Осы уақиға өткелі бір 3-4 күн болды. Менің бір өз басым кейде бір келеңсіз уақиғада бір суткалап есікті ашпай, ешкімге жауап бермей жылайтыным бар. Сен осы стресстен қалай шығам деп ойлайсың? Немесе дәл қазіргі уақытта қалай өмір сүріп жатсың? Мен ана құбыжықпен жүрген уақытымда бірде-бір көзімнің тамшы жасымды мен төккен жоқпын жерге. Өйткені менің анам дүниеден өсіп кетті. Өте қайратты, қайсар, өте мықты адам болатын. Ылғи да маған өмірінде айтып отыратын, дұшпаныңмен бетпе-бет келдің ба? Міне, осы бір жағдайға айтып кеткен сияқты болды. Дұшпаныңмен бетпе-бет келдің ба? Ешқашан әлсіздігіңді көрсетіп жылама дейтін. Жылама. Жыласаң, ол сенің әлсіздігің дейтін. Мен бәлкім сол анамның сөзі құлағымда тұрған шығар. Мен өзімді өте сабырлы болып ұстадым. Осы оқиға өтті кетті. Менің күшім де жетті, әлеуметтік желіге жүктеп үлгердім, адамдарға айтып үлгердім. Оны оқып алып, таңғы сағат 8-дің кезінде ғой, оны оқып алып, ең үлкен әпкем хабарласты. Міне сол кезде ғана өзімнің бір кішкентай әпкем бар екен, мен бір қауқарсыз, сондай бір нәзік адам екенді сол кезде түсініп, әпкем хабарласып, құлыным-ау деген кезде мен көз жасым еріп тұрды. Бүгінгі тақырып Алматыда қозғалып жатқан маньяк туралы. Уатхан Захан әнші қызымыздың басынан өткен шын уақиға. Уатханды күдікті қазіргі уақытта жабылып Алматы СИЗОсында отырған 81 жылғы ер азамат болып салаған 5 сағат бойы әурелеген, қорқытқан Уатханның өмірі қыл үстінде болған. Енді осы туралы қысқаша Уатхан, не айтасың осындай қорлық, зорлық көрген адамдарға, әйелдерге не айтасың? Әр қайсыларыңызға айтушы едім, қасыңда жүр қарақшы. Өте сақ болыңыздар, өмірлеріңізді бағалаңыздар. Уатхан жаңа айтып кеттім ғой, менің жаңа ашылған YouTube каналымның барлық түсірілімдері баламның, Нұрсаның, сенің досыңның талай рет Уатханның сол баланы уатып маған көмек бергені бар еді. Рахмет саған, Уатхан. Соның баламның шаңырағына келіп отырсың. Сол үшін жаңағы құр қол кетпе, қуыс үйден құр шықпа дейді. Мен саған өзімнің тек қана менің сәтті жолдарымды берсін. Меруерт Түсіпбаеваның тек қана жақсы жолдарын берсін деп өнерде жүрген әпкең ретінде саған осы концерттік көйлегімді сыйлағым келіп тұр. Рахмет үлкен. Осы әңгімені мен осындай көңілсіз нотада аяқтағым келмейді. Бір ауыз ән сұраймыз, халық білсін. Уатхан Захан деген өте белгілі, керемет талантты әнші, дәстүрлі әнші. Біздің екеуміздің орындаған әніміз Теріскей деген әніміз, Шәмшінің әні талай эфирге шыққан. Бір ауыз ән енді. Өмір жалғасады, достар. Менің бүгінгі оқырмандарым болып, бүгінгі осындай уақиғаны естіп, біліп, одан ой түйіндеп, бір үлкен сабақ аласыздар деп сенгім келеді.
Ал енді сіздің каналыңызды пайдаланып отырып, Меруерт, мен Алмалы ауданының ішкі істер бөлімінің бүкіл басшыларына және қызметкерлеріне алғысымды білдіргім келеді. Алла разы болсын. Қорықпаңыздар шағымдануға. Дұрыс айтасыз. Құқық қорғау органдары сіздерді қорғап қалады. Міне, оның дәлелі менмін. Ал енді қолқа салып отырсыз, Меруерт. Халық әні, Гүлдәрия ғана айтып берейін, қабыл алыңыздар. Тақтым қамар Гүлдәрия, бір өскен кішкентайдан құрғым едің өзіңдай, бір көруге болдым қамар Гүлдәрия. Арманым көп, не қылайын Гүлдәрия. Көп рахмет. Осымен бүгінгі біздің кезекті санымыз аяқталады. Атқан сияқты қазақтың мықты қыздары көп болсын. Енді Уатқанды барлық қазақ халқы ұзатай қосылып, сенің анаңның ақ ниеті қабыл болсын. Сен енді жалғыз жүрмейтіндей, жаныңда жалау болып, сені еркелетіп, сені аялап жүретін ер азамат табылсын. Достар, бүгін менің осы сюжетім аяқталады. Менің YouTube каналыма жазылыңыздар және қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Жақсы көремін сіздерді.